Еуропада кезекті аномальды ыстықтан орман өрті өршіп тұр. Қазір Ұлыбритания, Франция, Хорватия сияқты бірқатар елдерде тілсіз жаумен күрес жүріп жатыр. Ұлыбританияның Бирмингем қаласына таяу маңда өрт тұрғын үйлерге көшті. Әуеден түсірілген кадрлардан шағын шаһарды қою түтін басқаны көрінеді. Билік бұл жағдайды аймақ тарихындағы ең ірі апаттардың бірі деп отыр. Қазірдің өзінде 4 адам, соның ішінде бір бала жарақат алып, ауруханаға түсті. Францияның оңтүстігінде де жағдай мәз емес. Ланд департаментінде 600 гектарға жуық аумақ өртеніп, жүздеген тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. Соңғы айларда мұнда күн 40 градустан асып, қуаңшылық пен қатты желдің кесірінен өрт жиілеп кетті. Тіпті Париждің өзіне қауіп төнген еді. Сарапшылар мұны жаһандық климаттың өзгеруімен байланыстырады. Хорватияның Локвара-Газница аймағында жалын орманнан өтіп, тұрғын үйлерге жеткендіктен жүздеген адам эвакуацияланды. Осыған ұқсас жағдай көршілес Черногорияда тіркелді. Онда қатты желден өрт тез тарауда.